баламен байланысымызды үзген кезде ол өзіне құндылық ретінде кімді таңдайды, соны алдыға шығарады да, қалған ең жақын ет жақындары болса да екінші планға жібереді. Бұның салдарын біз күнделікті қоғамдағы азаматтардың өмірінен көріп отырмыз. Бұл жерде де кінә кімде? Біздің өзімізде, өйткені ол біздің былайша айтқан кезде өзіміздің отбасымыздың мүшесі. Демек біз оған өзіміз жол таба алмадық. Екінші жағынан әрине бұл діннің айтып жатқан дүниелері Құдайдың атынан болғаннан кейін ол кейде адамды сендіруі де мүмкін. Яғни сендіре алуы мүмкін. Және Құдай бойынша, Құдайдың қойған шариғаттың заттары бойынша егер оған сәйкес келмейтін болса, оның өкілдігі жүрмейді деген сияқты. Ал бірақ бұның барлығы былай қарағанда түбі дұрыс емес екенін біз түсініп тұрмыз ғой. Түбінде жақсылыққа апармайтынын түсініп тұрмыз ғой. Діннің ішіндегі кейбір қағидаттардың әсіре сілтеушілікке, жеке нәпсі-құмарлыққа алып барып жатқанын түсініп тұрмыз ғой. Яғни дін бойынша неке қиғандардың ажырасқан кезде де ешқандай алимент төлемей жауапкершілік мойындалмай кеткенін түсініп тұрмыз ғой. Сондықтан да бұл нәрселерді де біз қоғамда түсіндіре білуіміз керек. Қыздарға, жасөспірімдерге түсіндіре білуіміз керек. Өйткені бұл нәрселерді түсіндірмейтін болсаң, иә мен намазға деп тұрмысқа шығып кеттім деп ертең жылап 2-3 баласын жетектеп жесір қалады. Не жұмысқа алмайды, не өзінің күнкөрісін таба алмайды. Ертең тағы да 1-2 күн өтпей жатып тағы екінші біреудің етегінен ұстайды, солай кете береді. Арзан келген дүние арзан кетеді ғой. Сондықтан да осындай нәрселерді діннің атынан жамылуға тырысқан азаматтардың да дін тұрғысынан дұрыс емес екендігін түсіндіруіміз керек. Жалпы жас неке қиям деген азаматтарға осы тұрғыдан алған кезде өте үлкен сауатты таңдау жасау керек. Бұл жердегі мәселе неге барып жатыр? Бұл жердегі нәрселер жақсы, ол жаңағы дін тұрғысынан бір үлкен бір трагедиялық жағдай деп айтуға болмайтын шығар. Қоғамның бір 0,1% ғана сондай бір нәрсеге ұшыраған шығар. Жалпы алған кезде бұл жаңа отбасылық құқықтың бұзылуы, отбасылық құндылықтардың өзара сыйластықтың бұзылуы ертең қоғамның деградациясына, кері кетуіне алып барады. Демографиялық кері кетуге алып барады. Мен қорқам қазір жастар мен не үшін тұрмысқа шығуым керек деген сұрақ қойды. Мен не үшін біреудің қызын алып, мен оған қамқор болуым керек дейді. Мен өз бетімше өмір сүремін дейді. Ертең осылай дами беретін болса, бұл ел өспей қалуы мүмкін. Мен не үшін ол баланы асырауым керек дейді. Мен біреудің жаңағы құрсағын арендаға алып, соған бала туғызбаймын ба дейді. Керек болса дейді. Или там мен туғызып алып, оны мен не үшін оны асырауым керек дейді. Мен өзім бұл дүниеге бір-ақ рет келемін, мен өзімше рахатты өмір сүрмеймін ба дейді. Көрдіңіз бе? Бұл нәрселер асқынған кезде, жаңағы отбасылық институтты былай қойған кезде, ертең ұрпаққа деген, болмаса мемлекеттің болашағына деген демографиялық мәселеге үлкен қауіп төнейін деп тұр. Сондықтан да бұның жаңа қазсаңыз өте үлкен проблемалар жатыр ар жағында. Жаңа құқықтық қатынастар дегеннің ар жағында жатқан нәрселер ғой. Сол үшін де бізде әке шешенің, ата-анасының баланың тәрбиесінде құқықпен реттеушілік емес, өзі дәстүрлі қатынастармен реттелу керек. Ата-ананың құқығы бар, ата-ананы сыйлау керек, жынды болса байлап бақ. Баланың міндеті сенің жаңағы қандай жағдай болмасын, іштен шыққан шұбар жылан, сен оны далаға тастамайсың, тәрбиесі сенің мойныңда. Бала ұрпағың дүниеге келген екенсің, оны баулай да біл. Былай шыққан кезде жаңағы ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі, отбасында қандай тәрбие көрсе ертең қоғамда сондай болады. Пәленшенің баласы дейді, пәленше рудың атынасын сүйекке таңба саласың деген түсінік болды қазақта. Сондай әулеттік институттық деңгейде тәрбие болды ғой. 40 үйден тыю деген сияқты нәрселер. Оның барлығы қазір демократиялық қоғамда білген істесін. Әркім өз білген істейді, не шаруаң бар деген дүние былай айтқан кезде қоғамды құлатуға негізделген бір жоба да. Сондықтан да біз одан аулақ болуымыз керек.